Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ауа райы деген өте кайфовый ауа райы болып тұр. Аяқта самолет кетіп бара жатыр деп бәрін анықтап айтып жатқансыз ба? Аяқта машина кетіп бара жатыр деп. В общем, түнімен дұрыс ұйықтай алмадым. Білмеймін, не үшін екенін. Таңға жоқ, таң намазынан кейін бірақ ұйықтаған болатын. Бірақ қазір енді ұйқыдан ояндым. Жұмыстар бар, жұмыстарын бәрін бітіру керек. Жаңбыр жоқ кетпесе дұрыс болар еді. Пландар бар еді бүгін. Ауа райы деген әдемі болып тұр. Достар, короче, күн жылып келе жатыр, күн ысып келе жатыр. Бассейнге баратын, көлге баратын уақыттарда жақындап қалды. Соған денеден бір комплекс ұстамас үшін ақырындап бастап жатырмын. Диета, короче, качка, мачка, спорт. Осындай не алып алдым, дәнек. Только перекус, тамақ жоқ, короче, ауыр тамақ жемейсің, майлы тамақ жемейсің. Осындай су ішіп қана дәнекпен жүре береміз. И все. Енді бөпем тұрап жатыр екен. Оны бөпем. Сәлем айттым сізде. Опа. Бөпем ғой менің бөпем. Мама, я не могу. Честно, 9:30-да шыққан үйден әлі келе жатырмын. Пробка 1,5 сағаттан аса қадалып тұрмын ғой, представляете? Сағат уже 11 болды почти. Уже клиникадан звондап жатыр, сіз уколыңызды алу керексіз, бүгін келесіз ба деп. Мама, Алматыда бар ғой, честно, бір жұмысыңды күніне бітірсең, соған рахмет айтасың ғой. 1-2 жұмыс бітіру деген это невозможно, это вообще рекорд болады. Сол күніміздің бәрі, уақытымыздың барлығы осы пробкамен кептеліспен өтіп жатыр. Басқа қалаға көшіп кетсем ба деп қоямын. Көшіп кетсем, хейтерларым қуанайын деп тұр ғой, иә. Бірақ мен өйтіп қуантамаймын да. Сол мен қайда барам? Суал. Деп бірдеңе айтайын деп тұрсам, ештеңе айтпаймын. Айтатын әңгіме жоқ, просто ары бері өзімді көрсетейін деген ғой. Просто бүгін өз-өзімен анап тұрмын да. Қасымды айтамаймын, вообще прям. Клиникаға келіп, осмотрдан өттім. Гүлмира Бақтығына өзі қарады. Сонымен мына көзіңе пока, менде получается мына көзімде әлі отек бар. Мына көзімдегі отек уже кетіп бара жатыр. Мына көзімде ғана. Сол енді айтты, бұлардың барлығы восстанавливаться етеді, уайымдама деді. Келесі апта, құдай бұйырса, неге барам? Микротокқа барам. Невропатологқа миостимуляция ма, соған барам. Тағы да пока системаның астында 2,5 сағат жатамын. Сол кино көрсем ба деп қоямын, бір ойым. В принципе, результат маған ұнап тұр. Көзім астында мешок жоқ уже. Енді главное, мына көзім восстанавливаться етсе болды. А так результат өзіме қатты ұнап тұр. Прям көзім көтеріліп қалды, қасым, көзім бәрі. Өзім енді үйге барып массировать етіп тұрам күнде. Профилактика ретінде, сонымен нормально болады. Бұйырса. Доброе утро. Пошоньки, жанами. Сейчас у нас обед уже. По моему лицу видно, как мы вчера классно отдохнули. Вот, идем на море, покупаемся. Сегодня вечером еще хотим еще раз встретиться. Но мне уже страшно.